Ассаламу алейкум, бисмилля деп біз 3D құрақ көрпемізді бастаймыз. Бізге қажетті заттар 50 сантиметр диск мата және 4-5 түрлі турецкий велюр мата қажет. Менің оюым осы қоңыр түстен болады. Менің көрпемнің басты түстері қоңыр мен айбар етседі. Енді біз туреста қоңыр түсті алып оюға дайындаймыз. Матаны теріс жағын қойып, үстіне паутинканы төсеп шығамыз жақсылап. Оюыңыз неше штук болады, сол штук ою сиятындай етіп матаңызды кесіп алып, паутинканы дәл сол матаның бойымен жабыстырып шығамыз. Артық паутинкаларды қиып тастаймыз, өйткені ол клей үтікке тисе столға жабысады, немесе үтігіңізді жабысып ластайды. Дәл матаның бойымен бірдей етіп паутинкалардың артығын кесіп тастаймыз. Міне артығын кесіп тастадық. Енді бізге оракл қағазы қажет. Оракл қағазы, міне бір беті осындай клетка болады, екінші беті жылтыр болады. Сол жылтыр бетін біз паутинкаға қаратып қоямыз. Шетінен бастап жабыстырамыз. Қазір бізге енді ыстық үтік керек қызып тұрған. Парын өшіріп, парсыз үтіктейміз. Пармен де үтіктеуге болады, бірақ ол кезде қағаздарыңыз ұзаққа бармайды, тез жыртылып, тозып кететін болады. Парсыз үтіктеңіздер. Шетінен ашып қарап тексереміз. Егердем жабыспаған болса, онда қайтадан үтіктеп, толық жабысқанша осылай басып үтіктейміз. Шетінен асықпай оракл қағазымызды ашамыз. Міне біздің паутинкамыз бір тегіс болып жабысып шықты. Енді қалған бөліктерінде дәл солай үтіктеп жабыстырып шығамыз. Артық бөліктері болса, осылай матаға ішке қарай қайырып тастаңыздар, сыртқа шығып кетпесін. Столыңызға, үтігіңге жабысып қалады. Паутинканы үтікке жабыспауын қадағалаңыздар, өйткені ол клей үтігіңізді ластайды. Асықпай аламыз. Ондай жабыспай қалған жерлері болса, қайтадан үтіктеп жабыстырып жіберіңіздер. Паутинка толық тегіс болып тұрғаны жақсы. Өздеріңіздің қажеті бөлікке дейін паутинканы жабыстырып шығамыз. Міне біз барлығын жабыстырдық. Енді паутинканы бірден оймай, бір 10 минуттай суытып қоямыз. Егердем жабыстыра салып, қайшымен оятын болсаңыздар, мата бір-біріне жабысып қалады. Суығанын күтеміз. Әбден суығаннан кейін барып оямыз. Бізге осындай ою қажет. Бұл оюдың көлемі 30-30. Барлық жағы 34 жағда. Мен оюдың бір жағына осылай
бетіне жабыстырып қоямыз скотч. Барлық осылай скотч жабыстырамын. Сол кезде, мысалы, паутинкаға осылай қойған кезде ешқандай түйреуіш, ине түйремей-ақ осылай өзі жабысып қалады скотч паутинкаға. Сосын оюыңызды асықпай ручкамен сызып аласыз. Ою үшін флизелин жабыстырудың қажеті жоқ. Тек қана матаның бетіне паутинка жабыстырып алып, оя береміз. Барлығын қадағалап, жақсылап, оюымыз тегіс тұрғанын қадағалаймыз. Және бізге ручка керек, ручкамен оюымызды айналдырып сызып шығамыз. Сызып болдық. Енді оюымызды жыртып алмай, шетінен бастап көтеріп алып тастаймыз. Бізге бір көрпеге осындай қошқар мүйіздің үшеуі керек. Соң үшеуін бірден сызып аламыз. Енді екінші ою кетті. Екінші оюды да дәл осылай матаның бетіне қойып отырып сызып аламыз ручкамен. Және бізге осындай бұрыштарына жарты оюлар қажет. Бұндай оюдың 4 штуы қажет, және де осындай бұрышына қоятын жарты оюдан 4 штук қажет. Сонда бір оюдан 4-еу, анадан 4-еу, 8 штук оюдың суретін сызып аламыз. Барлығын тура алдыңғыдай көрсеткендей сызып шығамыз. Міне мен барлығын сызып алдым, өзіме қажетті оюларды. Енді оюларымызды қайшымен ойып алуымыз керек. Өзімізге қажетті бөлігін осылай кесіп алыңыздар, өйткені тұтас матадан ою өте қиындау болады. Міне өзімізге қажетті оюдың бөлшегін кесіп алдық. Енді осыны қайшымен басынан бастап ойып шығамыз. Негізі, егерде сіз 3D емес, жай ғана оюлы көрпе тігетін болсаңыз, бір оюдан 2 ою шығарға болады. Ал маған қазір тек қана ішкі ою қажет. Сыртқы ою, ішкі ою деп 2 ою бірден шығаруға болады.
оюымызды асықпай, білдіріп алмай, басқа бөліктерін қиып алмай, осылай кесіп шығамыз. Ою оятын арнайы қайшылар да болады. Егерде мындай үлкен қайшымен ыңғайсыз болса, сондай кішкентай қайшы алып алсаңыздар болады. Міне біз оюымызды ойып алдық. Оюымыз дайын. Осындай 3 штук ою ойдым мен. Және бізге 3D'ға ең басты осындай поролон қажет. Ені 1 сантиметр. Ені 1 сантиметрлік поролон қажет. Енді осыдан біз оюымыз қажет. Ою лекаламызды ою лекаламызды алып, поролонның бетіне қоямыз осылай. Бұл ою поролонның бетінде қозғалып кететін болғандықтан, осылай түйреуіштермен әр жерден қыстырып түйреп қоямыз. Бізге енді фломастер керек. Фломастермен сызып шығамыз ойымызды қоршап. Ручкамен де сызса болады. Ручкамен бірақ анық көрінбейді, дұрыс сызылмайды. Сондықтан осындай жіңішке фломастер қолданыңыздар. Тура алдыңғы матаға оюды сызғандай, бұл поролонға да тура солай оюды фломастермен сызып шығамыз.
міне сызып болдық. Фломастермен сызсаңыздар ою жақсы көрінеді. Өздеріңізге қажетті неше штук ою керек, соның бәрін поролонның бетіне бірінші сызып алыңыздар. Енді біздің бұл поролонның бетіне енді паутинка жабыстыруымыз қажет. Міне паутинканы қойып, алдыңғы тура матаға жабыстырғандай оракл қағазымен жабыстырып үтіктеп шығамыз. Парсыз үтіктейміз. Ұмытып кетпеңіздер, ылғи да паутинка жабыстырғанда парсыз үтіктейміз. Осылай барлық ою сызылған бөліктің барлығына паутинка жабыстырып үтіктеп шығамыз. Біз енді өзімізге қажетті оюды осылай төрт-бұрыш қылып кесіп аламыз. Енді қараңыздар, поролонды ою сызылып тұр ғой, міне сызығы. Енді содан ішке қарай 0,5 сантиметр ертіп, кішкентай етіп кесеміз. Осылай ручкамен сызып алсаңыздар да болады. Оюдан 0,5 сантиметр кіші болу керек. Кескен кезде солай кесіңіздер. Ішке қарай кесеміз. 0,5 сантиметр ішке қарай кіші қып кесіп аламыз. Матадан поролон оюымыз кіші болып тұру керек. Түсінікті ғой, көрініп тұр ғой. Сызып алған оюымыздан 0,5 сантиметр етіп ішке қарай кеседі. Дәл нені алдыңғы сызған оюмен бірдей кеспейміз, кіші болу керек. Соны ұмытпаңыздар. Өйткені ою поролон мен матаны тіккен кезде поролон сыртқа шығып кетеді, егерден тура бірде бір болса.
Сондықтан поролонымыз мата оюдан 0,5 сантиметр кіші болып тұру керек. Кескен кезде барлық жағын 0,5 сантиметр ішке қарай кесетін боламыз. Кішкене поролоннан ою қиындау. Ол үшін қайшыңыз өткір болу керек, үлкен қайшы болған дұрыс. Барлық жағы 0,5 сантиметр ішке кесіледі. Қарама-қарсы бетті де тура осылай 0,5 сантиметр ішке қарай кесіп шығасыздар. Сызып алсаңыздар да болады, көз мөлшерімен кесе алмайым десеңіздер, сызған оюымыздан ішке қаратып, ішке қарай кішірейтіп, тағы да бір сызық сызып алсаңыздар болады. Міне осылай барлық жағын қиып шығамыз. Біздің оюымыз міне дайын, поролоннан кесілген.